Баршаңызға сәлем, сіздерме Жанат. Бүгін мен сіздерге екі ғана заттан тұратын тәтті тағамдардың бірі қант қатыру немесе шербет деп аталатын тәттінің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіне көрмес бұрын мен сіздерге керемет бір YouTube каналмен таныстырғым келіп отыр. Эрика Тарғын деп аталатын YouTube канал. Каналда көптеген мастер-класстарда сататын рецептіні сіздерге тегін онлайн түрінде көрсететін болады. Және каналда көптеген оңай және тез жасалатын тағамдардың рецептісі бар. Дәл қазір каналын жоғалтып алмау үшін каналына тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біздің тәтті тағамымызды жасау үшін ең алдымен 700 грамм 20% қаймақ керек. Қаймағымызды темір табаны қалың ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстінен 1,5 килограмм қант саласыздар. Мендегі жасалатын шербет көп адамға арналған көбірек болып шығады. Сондықтан да егер сіздерде азғантай адам болатын болса, осы мөлшерді 2 есе азайтып 5 немесе 4 адамға ғана жасап бере аласыздар. Енді жақсылап қантымызбен біздің қаймағымызды араластырып аламыз да газ отына астын ең жоғарғы қалыпқа қосып қоятын боламыз. Міндетті түрде біздің табамызды ең жоғарғы отқа қойыңыздар. Егер жай отқа қоятын болсаңыздар, біздің тәтті тағамыз ирис сияқты өзінің формасын сақтамайтын және де созылыңқы болып қалады. Сондықтан ең жоғарғы қалыпқа қойып, жақсылап табанын араластыра отырамыз. Енді мен өзімнің жаңа отбасым осында кунжут немесе орех қосып берем. Негізі бұл тағамды екі ғана заттан жасасаңыздар да болады. Мен өзімнің қалауымша осындай 5 ас қасық кунжутты жақсылап қуырып алып, тәтті тағамыма қосатын боламын. Қоспасаңыздар да сіздер болады, немесе орех қоссаңыздар да болады. Бұл жағы енді өздеріңіздің еркілеріңізде. Енді кезекте біздің беті көбіктеніп осылай қалыпқа келгенде табаны міндетті түрде күйіп кетпеу керек. Сондықтан араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Бізде негізгі қайнау уақытысы 15-20 минут. Міне осылай сақырлап қайнаған кезде жаңа көбіктер шығып, екесе ұлғайған кезде біз өзіміздің қуырып алған кунжутымызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және де тағы да осы қайнаған уақыттан бастап 15 минут қайнатасыздар. Менде қайнаған кезде міне 15 минутта осындай болып шықты. Осы ашық қоңырқай кезде құятын болсаңыздар да сіздердің тәттілеріңіз өте жұмсақ болып шығады. Бөлген кезде өте жеңіл бөлінеді. Мен кішкене қатты болғанын қаладым. Кішкене қаттылау болу үшін тағы да 5 минут қайнаттым. Менде сонда қайнау уақытысы вообще 20 минут болып шықты. Міне осындай қара қоңырқай болған кезде газ отымызды сөндіріп аздап суытып аламыз. Қатты суытпаңыздар, жылылау болу керек. Және ыдысымызды майлаңыздар міндетті түрде түбі жабысып қалмас үшін. Енді біздің массамызды құйып, қатқанын суығанын күтетін боламыз. Суығаннан кейін міне біздің шербеттеріміз дайын болып шықты. Суытып алғаннан кейін бөліп немесе турап дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.